Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін балалық шағымыздағы вафлиларды дайындайтын боламын. Бұл вафлилер өте дәмді болып шығады және салмасына мен вареная сгущенка салып жасадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, рецепті сақтап алуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқаға қантты қосып, миксермен көпіргенше араластырамыз. Егер миксер болмаса, венчикпен де жасауға болады. Осылай қанты ерігенше жақсылап тұрып, осылай миксерлейсіздер. Үстіне шым-шым тұз қосамыз, ванилин қосамын 1 грамм. Және осындай жұп-жұмсақ сары майды қосып, жақсылап тұрып миксермен араластырамын. Және ең соңында алдын ала ұн електен өткізілген ұнды салып, жақсылап тұрып араластырып аламын. Осындай қою крем тәріздес масса дайын болды. Келесіде салмасын дайындаймын. Вареная сгущенка бөлме температурасында болу керек және осылай жай ғана қасықпен араластырып аламын да кондитерлік мешокқа салып дайындап аламын. Вафельницаны қыздырып, үстінен майлап аламыз сұйық маймен және бір ас қасықтан сала отырып, вафлиларды пісіріп шығамын. Вафельницадан вафлиларды алған кезде міндетті түрде салманы ыстық күйінде салу керек және ыстық күйінде осылай орау керек. Және де дәл осындай кезекпен барлық вафлиларды дайындап шығамын. Вафлилеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.